Қадырбек Шарау, IT маманы, программист, әлемге әйгілі Google компаниясына стажировкаға шақырту алған жас талант. Қадырбек Ақтау білім инновациялық лицейінің түлегі, математикадан бірнеше ұлттық халықаралық олимпиадаларда топ жарған. Бүгінде Лондон қаласында IT саласында қызмет атқарады. Сәлем достар, менің атым Қадырбек, жасым 19-да, студентпін. Осы жақында Google компаниясына стажировкаға өттім. Бүгінгі әңгіме осы мамандық таңдау жайында, IT саласы жайында және осындай үлкен компанияларға қалай стажировкаларға немесе жұмысқа кіруге болатын туралы айта кетем. Өзім жайлы қысқаша таныстырып кетейін. Осы Маңғыстаудың тумасымын. Ақтау қаласында білім инновация лицейін бітірдім, мектепті. Кейін қазір Назарбаев университетінде компьютерлік ғылымдар мамандығында 3-ші курс студентімін. Жалпы осы мамандық таңдар кезде менде бір үлкен проблема болды. Қандай мамандық таңдаймын, қай жаққа барам, кім болам деген секілді. Мен өзім мектеп кезінде математикадан олимпиадаларға қатысып жүрдім. Қатты қызықты математикаға, қалалық, облыстық, халықаралық, республикалық олимпиадаларға қатыстым. Кейбірлерінен орын алып сөйтіп. Және өз өмірімде осы математикаға қатысы бар бір нәрсемен байланыстырғым келді. Сөйтіп, IT-дің тікелей математикаға қатысы болған үшін IT саласын таңдадым. Жалпы Пабло Пикассо айтады, кез келген нәресте ол өз бетінше бір талант иесі. Және ең басты мәселе осы талантты жоғалтып алмау. Сіздерде әрқайсыларыңыздың бойында бір қасиет бар, әр адамның бойында бір өзіне тән жақсы көретін, жақсы істейтін қасиеті бар. Егер соны жетілдіріп, болашақта сол бағытта қызмет етсе, дұрыс болады деп ойлаймын. Себебі, егер өзіңізге ұнамайтын нәрсемен айналыссаңыз, онда сіз өмір сізге емес, сіз өмірге жұмыс жасайтын боласыз. Сондықтан да менің осы жерде таңдауым IT саласына түсті. Кейін жалпы IT саласы туралы айтып кетсем, IT бұл information technology, ақпарат туралы ішінде барлық нәрсе бар. Ақпараттар әлемі былайша айтқанда. IT-дің өзі бір бөлек әлем. Ол жерде инженерлер де бар, дизайнерлер де бар, құрастырушылар да бар, құрылысшылар да бар. Егер кодты бұзатын ұрылар да бар, бір нәрсе алып кеткісі келетін, оны ұстайтын полицейскийлар да бар. Кейін мына код бұзылып қалса, соны емдейтін, дұрыстайтын дәрігерлер де бар. Жаңа сайт қатты қызып кетсе, нагрузка көп болып кетсе, оны сөндіретін өрт сөндірушілер де бар. Сондай бір үлкен сала. Сол салада әр адам өзінің бір орын таба алады деп ойлаймын, егер соған қызықса әрине. Мен өзім осы IT-ға қызығып, ішіне келдім, бірақ кім болам, қандай нәрсе істеймін деген ой пайда болды. Осы жерден жайлап үйреніп бастап, ең басында фундаментінен бастап, кейін код жазып үйрену, осының барлығын үйрендім. Жалпы қалай жақсы IT маманы болу керек деген сұрақ. Мұна менің айтқан Google-ға стажировка өткенім бұл жаңалық емес. Көптеген қазақ Google, Facebook, Amazon секілді, Apple секілді компанияларда жұмыс жасайды. Және біз олардың жолын көріп, соны тек жалғастырушымыз деп айтсам болады. Жалпы осы IT-ға деген қызығушылық біздің жастарда қатты көбісі білмейді. Жалпы IT-не қандай мүмкіндіктер бар. Мен өзім жақында LinkedIn деген сайтта, платформада өзімнің бір постым жарияладым. Осындай Google-ға стажировкаға өттім. Құттықтап қойсаңыздар болады. Осындай жақсы жаңалығым бар деп. Сол жерде менің шығарған постым 40 000 қаралым жинады, 40 000 просмотр жинады. Мен үшін бұл бір өте қызық нәрсе болды. Ойға сыймайтын, қалай 40 000 адам қарайды. Мысалы, Инстаграмда бір пост 400-500 адам қарайды. Сөйтсем, көп адам IT-ға қызығады екен. Және ол көпшіліктің ішінде қазақтар аз бірақ. Маған жазғандардың көбісі Өзбекстаннан, Индиядан, немесе Азия елдерінен жазды, қалай өтуге болады деген сияқты. Бірақ қазақтардан аз болды.
кейін ойладым, бұндай мүмкіндіктер бар екен, көбісі білмейді деп. Сол секілді жақсы IT маманы болу үшін бірінші базадан бастау керек. Фундамент үйрену, код жазып үйрену. Фундамент жақсы болса, кейін тәжірибелер болады. Кез келген Қазақстанда қазір IT компания өте көп, стартаптар жаңадан дамып келе жатқан. Соларда тәжірибе өтіп, практика дейді, практика өтсеңіздер, кейін сізде резюмеңіз толады, үлкен болып, ішінде әртүрлі проекттер болады. Осындай тәжірибе жинап, сіз үлкен Google секілді компанияларға тапсыра аласыздар. Ол жерде есеп шығару қатты бағаланады. Жалпы процессті айта кетейін. Сіз үлкен компанияларға Google, Facebook секілді өздерінің сайттарына кіресіздер. Өз сайттарында сондай вакансия деген бөлім бар. Сол жерге кіріп, таңдап, тапсырып, резюме жібересіздер. Резюмеде олар проектіге қарайды. Сіздің қай жерде жұмыс жасадыңыз, қандай нәрселер жасадыңыз. Осы жерде тәжірибе қатты керек болады. Кейін осындай резюмеден өтсеңіз, скрининг деп аталады бұл процесс. Скринингтен өтсеңіз, резюме тапсырудан. Кейін сізде интервью болады. Сізге интервью қояды. Интервьюда есеп сұрайды, кодтан есеп сұрайды. Сол есепті шығарсаңыз, интервьюдан аман-сау өтсеңіз, сізді стажировкаға шақырады. Бұл жерде ағылшын тілін білу өте ең маңызды нәрсе, басты нәрсе. Ағылшынды қатты білудің қажеті жоқ, бірақ сіз өз ойыңызды жеткізе алатын, сөйлесе алатын, сондай болуыңыз керексіз, егер шетелдік аренаға шыққыңыз келсе. Сөйтіп, интервьюдан өтіп, арғарда сізге оффер береді. Оффер деген стажировкаға өттіңіз деген сияқты. Немесе жұмысқа. Жалпы бұл мүмкіндігін үлкендігі соншама. Менің кейсімда стажировкада ұшу, сол жерде тұру, тамақ барлығын төлейді. Кейін айлықты да береді, Лондонда жүріс-тұрысқа да ақша береді. Яғни бүкіл кез келген жағдайыңызды жасайды. Косттарды покрывать етеді. Және сіз сондай бір үлкен сол жерде практика өтуге мүмкіндік аласыз. Менің жалпы болашақ мақсатым қазір осы IT-ді жақсы меңгеріп, былай айтқанда программирование. Қазір өзім бэкенд деген салаға қызығудан, бэкенд деген кез келген қосымшаның, приложениенің миы. Яғни мысалы сіз сайтқа немесе приложение кірсеңіз, кнопкалар болады әртүрлі, біреуге бірдеңе жіберуден басасыз, кейін ол жіберіледі. Ал соның барлығына жауап беретін ол программаның миы. Мен сол миын жасауға қазір қызығып жүрмін. Болашақта сол саланы жақсы меңгеріп, кез келген программисттің бұлайынша арманы бұл өзінің стартабын ашу, өзінің компаниясын қалау. Менде бір сондай болашақта арманым бар. Әзірше енді тек қана тәжірибе жинап, үйреніп, біліп, кейін болашақта сондай ашсам ба деп ойлаймын. Рахмет. Жалпы IT саласындағы базалық нәрселерді қайдан үйренуге болады? Жақсы сұрақ. Қазір контент негізі тек орысша және ағылшынша. Өкінішке орай қазақша контент аз. Сіз мысалы интернеттен базовый курсы программирование деп жазсаңыз, немесе ағылшынша жазсаңыз, сол жерден жайлап үйреніп түсінуге болады деп ойлаймын. Кейін тәжірибелерге тапсырып, компанияларға тапсырып, дамай беруге болады. Жалпы сіз айтып кеттіңіз, қазақ тілді контент аз деп. Сол қазақ тілді контентті өзіңіз шығаруға немесе алға бастауға ойларыңыз бар ма? Негізі қазір осы Қазақстандағы программистер, елім деп ойлап жүрген программистер, Google-да жұмыс жасайтын, солар қазақша бір контент жасағысы келіп жатыр. Бір кітапты, орысша кітапты қазақшаға аударып, кейін тағы да сол нәрсе жалғасып, ең бастысы бастау, кейін болашақта сол өз жалғасын табады деп ойлаймын. Сіздің қызыға оқитын қандай кітаптарыңыз бар жалпы қазір уақытта? Қазір кітап оқуға қызығып жүрмін. Өйткені скорочтение деген нәрсе бар, соны үйреніп жатырмын. Тез оқу деген.
қазіргі таңда қазақ тілінен Волоколамское шоссе деген кітапты оқып жатырмын, Бауыржан Момышұлы туралы. Кейін орысшадан да мына Гогольдің «Мертвые души», «Идиот» деген Достоевскийдің кітабын оқып бастадым. Маған өзіме жалпы классикалық кітаптар ұнайды, мотивациялық кітаптардан гөрі. Себебі онда қызығырақ және бір сондай өзінің ләззаты бар да. Сол үшін сол классикалық кітаптарды оқимын көбінесе. Түсінікті. Ал осы мамандыққа қатысты, жалпы IT саласына қатысты қандай кітап оқисыз? Негізі IT саласына қатты көп кітап оқымадым. Оқығаным «Как работает Google» деген кітап бар. Жалпы осы Google туралы, қалай жұмыс жасайды, система қандай, үйде жатқан ағамның кітабы болған, соны оқыдым. Ал негізінен көп нәрсені YouTube-тан қараймын, IT туралы. Сәлеметсіз, жалпы мана мамандық бойынша айтып жатсыз, осы мамандыққа түсуге не түрткі болды? Жаңа айтқандай, мен өзім математикаға қатты қызықтым. Мектепте олимпиадаларға қатысып жүрдім. Кейін сонымен қатысты болатындай бір мамандық іздедім да. Ал IT маған бұл жат нәрсе болмады. Өйткені менде үйде туған ағам сол программист, жездем программист. Яғни IT деген бұл маған өте таныс болды, және сол үшін жеңіл осыған ауыстым. Және тағы бір сұрағым бар. 5 жылдан кейінгі өзіңізді қалай елестетесіз? 5 жылдан кейін қазір енді ойда осыны оқуды бітіріп, бәлкім тағы да стажировкалар өтіп, осыны дұрыстап меңгеріп, кейін магистратура оқысам ба дейтін ой бар Америкада. Себебі IT-дің отаны бұл Америка, Калифорния, Кремниевая долина деп айтып отырады. Сол жақта бір бағымды сынап, компанияларда жұмыс жасап, сол жерді көрсем ба дейтін. Сондай бір арман бар. Жалпы сіз айттыңыз жаңа стажировка, яғни шетелге шақырды деп. Қазіргі таңда Қазақстандағы білімді мықты жастар шетелге барып, сол елде қалып қойып жатады. Яғни сол елде жұмыс жасап, сол дамып, өсіп Қазақстанға қайтып келмей жатады. Сіздің Қазақстанға қайтып келетін ойыңыз бар ма, немесе шетелде қалып қоясыз ба? Әрине менің Қазақстанға келу ойым бар. Әзір енді ол өз оқуымды бітіргесін бар болатын нәрсе, бірақ мен шетелде жұмыс жасауды қолдаймын. Себебі барлық нәрсе шетелде дамыған, ол жерден тәжірибе алып Қазақстанға келу, бұл ұтымдырақ Қазақстанда қалып, осы жақтағы жергілікті компанияларда жұмыс жасағаннан деп ойлаймын. Және де егер шетелде жұмыс жасаңыз, ол жерде айлық көбірек болады, сәйкесінше сіз сол айлықты Қазақстанға жіберіп тұрасыз. Қазақстан экономикасына да ақша келіп тұрады, былайша айтқанда. Ал кез келген қазақ енді өз туған жерінде болашақта сондай бір үлесін қосқысы келеді деп ойлаймын. Мен де сол адамдардың бірімін. Сондықтан шетелде жұмыс жасап, тәжірибе алып келу ол өте күшті нәрсе. Осы өзіңіздің арман жолыңызда қандай қызықты сәттер, қандай кедергілер болды, сол жайлы айта кетсеңіз? Менің негізі өміріме қатты сондай әсер еткен бұл мектептен басталды. Білім инновация лицейінде оқыдым. Сол жерде математикадан бізде олимпиада деген нәрсе болды. Сол олимпиадаға кірдім. Олимпиадада көп деген қиындықтар болды. Республикалық, халықаралық әртүрлі олимпиадаларға қатысып, соған дайындалып, күні-түні сондай бір үлкен бір тартысты бір дода сияқты болды. Кейін сол жерде мен өзім мұғалімдерім дайындады, былай да басқа таныстарым мұғалімдерім дайындады. Сондай үлкен үлесін тигізді. Көтерілістермен қатар провалдар да болды. Мен кейбір олимпиадалардан орын алмай бір қатты сондай не болған. Күйзеліс болды кішкене. Бірақ осының барлығы көмектесті деп ойлаймын. Қазір мысалы сондай бір құлаулар болса, сол кездегі нәрсе маған көмектеседі. Өйткені сол кезден қалған әдеттер қазір маған қатты көмектесіп жатыр. Университетте де соны кез келген нәрсені оқу, дайындалу, сол олимпиададан қалған нәрселер барлығы. Біздің Қазақстанда жалпы IT саласы қандай деңгейде? Біздің Қазақстанда IT дамып жатыр, жақсы дамып жатыр, бірақ мүмкіндіктер өте көп. Яғни бір ашық алаң деуге болады.
өйткені бұлай айтуым енді кішкене қаттылау болатын шығар, өйткені менен де үлкен ағалар, апалар бұл жайлы жақсы біледі деп ойлаймын. Бірақ сондай, егер өз проектіңізді жасағыңыз келсе, Қазақстанда өте оңайды, өйткені ол нәрсе көп әлі жоқ. Мысалы, Америкаларда конкуренция көп, кез келген проектіге сондай бір проект табылады. Яғни үлкен конкуренция, ал Қазақстанда жаңадан дамып келе жатқасын бір мүмкіндік көп, кез келген нәрсе істеуге болады. Құрметті достар, бүгінгі кеш пайдалы өтті деп ойлаймын. Сіздерге де, маған да өте қатты ұнады. Әр адамның, әр қайсыларыңыздың өзіңіздің бір армандарыңыз бар, және сол арман мақсаттарыңызға, болашақ маман болуларыңызға тілектеспін. Рахмет.